Қысқа арнап голубцы дайындаудың ең оңай тәсілін көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны мұқият қарап алыңыздар. Ең алдымен помидор таңдауда қателеспейміз қыздар. Сопақша емес, кәдімгі осындай дөңгелек помидорларды аламыз. Сол кезде суы көп шығып әдемі болады. Помидорларымызды жақсылап жуып алып, осындай бөліктерге бөліп аламыз. Чеснокты ашуға оңай болу үшін осылай суға салып қоямыз. Кейіннен помидорларды өзіңіз қалауыңызша мясорубкадан өткізсеңіз болады. Бірақ негізі блендеріңіз болса, блендермен өте тез жұмыс болады қыздар. Мен осылай блендерден барлығын өткізіп алдым. Бір келке алып, кейін газге қойып қайнатуға қоятын боламыз. Қайнатқанда көп қайнатудың қажеті жоқ. Бір қайнағаннан кейін астын жай қойып жарты сағатқа тағы да қайнататын боламыз. Осы уақытта ортасына начинкасын дәнем. Ең алдымен капустаны алып, дәл осылай жұқалап, турап шығатын боламыз. Барынша жұқалап, немесе капуста өткізетін арнайы теркадан өткізсеңіз болады. Кейіннен сәбіздерді жақсылап тазалап аршып алып, осылай сәбіз өткізетін күшен өткізіп аламыз сәбізді. Бұл да дайын болғаннан кейін кәдімгі болгар борщын ұзынша етіп турап аласыз. Қызыл көгін араластырып алсаңыздар болады. Кейіннен пияз қажет болады. Пиязды да жақсылап жартай қылып турап алатын боламыз. Чеснок өткізетінен немесе осындай үккіштен өткізіп алсаңыздар болады. Егер де ащыны қалайтын болсаңыздар, кішкене қалампыр қосып жіберсеңіздер болады, немесе қоспасаңыз да болады. Үстіне укроп және де көк пияз қоссаңыздар, мен укроп қана қостым. Және де май құйып, үстіне тұз, бұршын салып жақсылап араластырып аламыз. Қыздар, барлығының негізгі тура мөлшерін мен описанияға қалдыратын боламын. Сол жерден қарап алсаңыздар да болады қыздар. Міне барлығын қолмен жақсылап араластырып алдық. Енді тазартылған болгар борщының ішіне барлығын бір келке етіп салып шығамыз. Барынша нығыздап салуға тырысыңыздар қыздар. Осылай барлығын дайындап алып, жаңағы қайнап тұрған помидорымыздың үстіне салатын боламыз. Барлығын немесе басқа ыдысқа салып, осының үйіне помидордың соғын құйсаңыздар болады. Бір қайнағаннан кейін отты жай қойып 45-50 минут қайнатасыздар. Негізі алуға мүмкіндік болса, кішкене капустасын немесе сәбізін алып көрсеңіздер болады дайын болған. Және де дайын болуына сәл 10 минут қалған кезде жаңағыдай қара бұрыш және лавр жапырағын салып жібереміз. Банкаларды парттап, үстіне бірінші осындай болгарскийлерді салып шығамыз, голубциларды да. Кейіннен қалған согын барлығына бір келке етіп құйып шығатын боламыз. Кейін бетін жақсылап жауып шықсаңыздар болды қыздар. Біздің банкаларымыз дайын. Ешқандай атылмайды, ештеңе қалмайды. Уксустың да қажеті жоқ. Және де айта кететіні, тек согының өзі өте дәмді болып шығады. Голубцидың дәмі шығып, согына қыста рахаттанып, тамақтың орнына жей берсеңіздер де болады. Негізі балалар да сүйіп жейтін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің арнама әлі де жазылмаған қонақ болсаңыз, міндетті түрде жазылып, тіркеліп қойыңыз. Әр видеоларым шыққан кезде сіз бірінші көріп тұратын боласыздар. Рахмет.